8-ші сұрақ. Торт қораптарына арналған лентаны 15 рет бірдей бөліктерге бөлді. Егер лентаның жалпы ұзындығы 960 см болса, кесілген бір бөліктің ұзындығы неше сантиметр? Осы есепті шығарудан бұрын бір өрнекті қарастырайық. Мысалы, бір лента болса, осы лентаны бір рет кескенде, бір кесу арқылы бізде екі бөлік пайда болады. Бір және екі. Бір, екі. Дәл сол лентаны екі кесу арқылы. Мына жақта бізде 1, 2, 3 бөлік пайда болады. Әрі қарай, егер 3 рет кессек, 1, 2, 3, 4. 3 кесу, мына жақта тең 4 бөлікке. Және олай жалғастыра береді. Мына жақта кесулердің саны бөліктерге қарағанда 1-ге кем. Сонда кесулердің санын мына жақта қосамыз. 1 тең болады бөліктердің саны. Енді мына есептімізде 15 рет осы лента кесілген болса, бөліктердің саны 1-ге артық болу керек. Осы 15-ке 1-ді қоссақ, шығады 16 бөлік. 16 бөлік болса, торт қорабына арналған лентаның жалпы ұзындығы 960 см болса, 16 бөлікке бөлеміз оны. 960 бөлінген 16. Тең болады 60 сантиметрге тең, ол бір бөліктің ұзындығы. Егер бір бөліктің ұзындығы 60 сантиметрге тең болса, С жауабымыз дұрыс.